Осы сабақта біз надарға біраз қозғалыстар енгізейік. Nev item дегенге қояйық. Мында com nev item осын хауыр қылғанда navlinktің несін өзгертейік. Оған да бағана сияқты бордер береміз ба? Осыны берейік. Онда астына келді, яғни осында екенін білдіріп тұр. Мұнан келген кезде өзгермейді. Реңді өзгеріп тастайық. Color. Бағанадан істеттік. Міне. Енді мынадарға да берейік. Оның аты, бұның линкі, item. Itemның хауыр қылған кезде parent link осының реңін өзгертейік. Рең өзгермесін. Border bottom бір пиксель деп бағанағыны көшіріп келейік. Мынаны істемейді дегенді көрейік. Бұған төті бұлай жаздырылады екенбіз. Өйткені бәрі біреу екен емес пе? Мында енді шықты. Оны неге жылжып тоқтамай тұр дегенде оны да шешуге болады. Border bottom бір pixel solid transparent дейсіз-ақ. Міне, transparent деген рең жоқ деген сөз, яғни өте мөлдір. Ана background реңді көрсетеді. Әйнек сияқты. Ал мынаған да қояйық. Анау child link бізге мына border bottom керек екен. Breadcrumb осының child link элементінің хауыр болған кезінде мынандай реңі жалғанымның реңі, яғни біздің ең негізгі рең өзгерсін. Blue violet. Мында өзгерді, жалғаным екен білдіріп тұр. Мынаны басып қалған кезде осының ішіндегіге барады. Мынаны басып қалған кезде бас бетке барады деген сияқты. Ал енді
мынаған барсақ қатып тұр. Оны да өзгертіп қояйық. Log btn осының бұған мынандай нәрсе қолданайық. Transform scale қолданайық. 1.1 деп. Мына бұлай бұқыпты. Hover болған кезде ғана қолданайық. Міне. Өте short секіріп тұр. Сондықтан мынаған transition белгілеп қояйық. Transition ол дей салайық. Тағы бірдеңедер қосып қалуымыз мүмкін. 1 секунд 0.7 секунд болсын. Мына адардың ішінен қайсысы дейді. Одар талдамай. Is ең алғашқы өзінің функциясын қолданайық. Ол да осы ғана болсын. Енді мына адарға бет-бетіне келген кезде бұл main'нің ішіндегі backcard егер межтің етпесін топ 100 40 принцип қояйық. Содан кейін нөл болсын. Мынау CC емес. Бұны opacity былай қылып тастайық. 0 қылып тастайық немесе. Содан кейін backcard осы hover болған кезде осының ішіндегі card body осының opacity 1 міне бұлай болсын. Мына жерде 0.7 болсын. Осындай болсын. Біткен кезде бірге айлансын. Енді бұғанда transition берейік. Opacity-ға берейік. 0.7 секунд. Is
liner болсын. Бұл өте ұзын екен. 0.3. Дәл екен. Осы кезде мынадарды өзгертейік. Big card осы хауыр болған кезде card title осы қайсысын дегенде font size 32 пиксель десе қалай болады екен? Болады екен. Мынаған бұған бердік. Мынаған transition font size 3 секунд 0.3 секунд. Bu da anaмен ұқсас болсын. От секунд өтілген сияқты 28. Одан мынада да өзгеріс болсын. Көшіріп әкеле салайық. Мынау хауыр қылған кезде ұзындығы 80 пиксель, биіктігі 80 пиксель болсын. Міне. Одан кейін бұған да берейік. Transition ол дей салайық. Секунд liner. Енді username-ға да берейік. Бұған font size 18 пиксель. Transition font size 0.3 секунд liner. Ана өзі 18 пиксель сияқты 22 пиксель. Мынаған font size теңшемеппіз. Font size 16 пиксель. Қауырға қапты. Болды. Бұл осымен бітсін. Енді мынағанда келтірек бірдеңе. Бұған қалай болсын дегенде. Мұны өзінікі бұлай кепті. Бізде сондай келтірек. Ол small card болатын. Бұндай қылдық.
Карт body ян жерге дейін барып тұр. Thumbnail әне тұр. Намында. Біз бұған не істейміз? Мына сияқты бір нәрсе берейік. Мына жерге бір DIY кірістірейік. Болған mask деп ат қояйық. Содан кейін small card'тың position теңшей салайық. Relative. Содан кейін small card'тың ішіндегі mask'ке position теңшейік. Absolute. Top 0. Right 0. Left 0. Bottom 0 деп қояйық. Ешқандай өзгеріс жоқ. Background берейік. Background color. Міне басып қалды. Енді opacity берейік. Жет. Бұлай көрінді. Біз ана артындағыларын бері қарай шығаруымыз керек. Онда мұнаның бет қабат әзір ең бетіне шығып ап тұр. Қалғандар астында қап тұр. Ол үшін біз small card mask дегенге, mask мен card body'ға z индекс теңшейік. Mask'тың z индексі 2 болсын да, ал бұның ішіндегі card body'дің z индексі 3 болсын. Яғни анауанан үстін шығады. Міне шықты, бірақ анауға қапты. Card body'дің ішінде тағы мынандай дүниелер бар. Барлығы бетіне шыққан екен. Реңдерін қайта теңшейік. Реңдерін теңшемей қояқ. Opacity әсілінде 0 болып тұру керек, көрінбей тұру керек. Содан кейін біз small card'ке барамыз. Осының үстінен шыққанымыз өте шыққанда, мысалына тінтуіріміз өте шыққан кезде mask'тың opacity'ін 0.07-ге теңшейік. Міне. Сосын тағы бір нәрсе. Карттың жоқ, мұнан тұра тұрайық. Ал мен мұнаны transition теңшеп тастайық. Transition жерге opacity, яғни мөлдірлік дәрежесі осыны 0.3 секундта лайнермен барлығын осымен теңшедік қой. Сондықтан мынау да сол болсын. Міне.
Содан кейін реңдерін теңшейік. Мынау тұра берсін, мынау тұрсын. Рең теңшегеніміз мынаның реңі. Мынау хауыр болған кезде, тінтуіріміз үстінен өте шыққан кезде реңі әппақ болып кетсін. Міне, әппақ болды. Анадардың реңді өзгертейік. Мынау өте әппақ емес. Мынандай болсын. Ал енді тайтлдың реңін өзгертейік. Мынау хауыр болған кезде тайтлдың реңі бұл әппақ болып кетсін. Өйткені бұл маңызды ғой. Одан кейін бұған транзишн беріп тастайық. Colorға 0.13 секундқа liner. Жаңағы мынаған транзишн берілмей қалды. Транзишн. Бұл да color 0.13 секунд liner. Міне. Енді ананың реңі қақпалды. Ол карт футер болатын. Содан кейін болғанда хауыр. Сосын бұның реңі жаңағы ананың реңімен ұқсас болсын. Бұған да транзишн береміз. Color, яғни фонттың реңі, жазудың реңі 0.13 секунд liner болды. Енді суретке де біраз өзгеріс енгізейік. Әр өз тұстарына жазып отырайық. Хауыр қылғанда transform scale бере салайық бұған. Scale 1.2 1.2 кесесіндей үлкейсін. Мында үлкейіп тұр. Сосын бұған да беріп тастайық. Transition transform осыған 0.13 секунд liner. Міне кәдімгідей жұмыс жасап тұр. Енді бұның барлығына келтіп шығымыз керек қой. Мынадардікі дұрыс болып тұр, бірақ мына жаңағыға біз маск қосып тастадық. Сондықтан қалғандарына да қосылу керек. Қалғанын өшіре салайық. Барлығы ұқсас. Сол бір талынған әдемілеп жазып ап, соны көбейте берсек болды. 2, 3, 4, 5, 6. Міне. Енді мынада артта қатырып қоймай бірдеңе берейік. Pagination margin 100 пиксель бірақ беріп біз 50 өзгертейік. Енді нормал болды.
Бұларға бұл жерде актив емес. Мынаған берейік. Page item дегенге қауыр берейік. Өз үстіне барған кезде әйтпесе барлығына кетіп қалады ғой. Мынау да page item, мынау да item. Осыны page item осыны өзіне берейік. Page link тұра тұрайық. Background color бордердің реңі болсын. Міне. Одан басқа не теңшейміз? Жазуын теңшейік. Жазуын ақып тастайық. Бұл мынаның реңі емес, ол мынаның реңі болып кетеді. Page item hover болған кезде, тінтігіріміз үстінен өте шыққан кезде реңі аппақ қыла салайық. Болып қалады екен. Мұнан өзінің үстінен өткен кезде ештеңе қылмай қойық. Басылмайтын қылып тастайық. Өз тұрған бетті басуына болмайды. Актив дегенді осыған актив оның үстіне hover болған кезде курсор алдында pointer болатын. Енді жерден біреу талдайық. Мынаны басып тастайық. Hover біз қате жазып таппыз. Линктің курсорын теңшейміз ғой. Hover оның үстіне page link бар. Міне, үстіне барған кезде мынау шығады. Мынаған да беріп тастайық. Әйтеу бергеннен кейін төте жазылайық. Мында. Мына блок деген ең шетіне барып апты. Енді бұны былай қарай теңшейік.
Бұған не жаздық көріп шығайық. Мынау сияқты былай қарай тақап тұру керек қой. Бұның дисплейін көрейік. Блок дейді. Бұны блок емес, флекспен өзгерте салайық. Блокпен өзгертсек те болады. Float to right дей саласын. Logo. Text line right дей салса, ішіндегісін өзі апарып алады. Міне. Біз бұлай теңшемей қойайық. Display, flex, және justify content, flex end дей салайық. Ода оқсас. Жерге бірақ padding беріп жастайық. Padding. Үсті асты 0, оң солы 15 пиксел қойайық. 30 тастасақшы. Өзгермеймін дейді. Неге өзгермейді екен? Box sizing, content box дей салайық. Онда да келмейді екен. Бұлай берсек болмайды екен. Мұнан өзгерсек, мынау да қосып кетіп қалады екен ғой. Бұны бүйтіп алып тастайық. Содан кейін логоны ғана өзгертейік. Логоның дисплейі, flex, justify content, space around дей салайық. Space between десе flex end ан жерге барады. Center болса ортасына келеді. Flex end болғаны дұрыс. Және margin right 30 пиксел өстіп қойсақ та болады екен. Біз осы логоның ішіндегі лого контенттің margin right-ын теңшейік 30 пиксел. Мұнда дұрыс келді. Ана логты да сөйтіп теңшейік. Логтың ішінде не бар еді? Батырма бар болатын. BTN login деген. Мына BTN-ға тиіспей қояқ. Margin left 30 пиксел болсын. Екі опықсас болды міне. Мұнағанда біраз нәрсе берейік. Логоға лого hover
болған кезде, яғни тінтөріміз үстіне барған кезде font size әсілінде қанша еді? Жазбаппыз. 32 пиксель болсын. Bir жерде теңшеулі тұрған сияқты ғой. Міне жерде теңшеулі тұр екен. Осыны бере салайық. Мынаны өшіре салайық. 30 пиксель. Font size 24 болса, мынаны 28 алайық. Мында. Енді transition бере салайық. Transition font size 4,13 секунд. Liner. Болды. Енді қалғандарын өздеріңіз қалғандарыңызша өзгертіп, әртүрлі нәрселер қосып, сөйтіп жасап көріңіздер. Үнемі жазып, қолдарыңызды машықтандырып тұрыңыздар. Bir бет жасауға 4-5 сағат кетсе де мейлі.